Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет ПП ленивый хачапури дайындап көреміз. Көбіне ПП деген кезімізде бәріміз дәмі тұзсыз тағамды елестетеміз, бірақ бұл өте дәмді әрі пайдалы. Дайындалу өте тез, бар болғаны дайын қатпарлы қамыр, ірімшік және сыр ғана қажет болады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз, алдағы жаңа рецепттерді алғашқылардың қатарында білетін боласыз. Таза ыдысқа ірімшігімізді салып, үстінен сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Үлкен үккіштен өткізгеніміз дұрыс, үстіне кішкене тұз және де жұмыртқаның ағын қасық қосамыз. Шанышқының көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бұл начинкасы болады, сондықтан 6 дөңгелек жасайтын боламыз. Дайын қатпарлы қамырымызды алып, жұқалап жайып аламыз. Сосын ол қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз. Егер кішірек қылып жасағыңыз келсе, 8-ге де бөлуге болады. Әр бөлігіне үстіне жаңағы начинканы саламыз да, барлық жағын бекітіп шығамыз. Дайын хачапуридің бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және де үстіне кішкене күнжіт сепсеңіз де болады, бірақ ол тек қана өз қалауыңыз бойынша. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Беті қызарғанша өте дәмді болады. Егер ыстық күйінде жейтін болсаңыз, ішіндегі сыры созылып, керемет шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.